Сәлеметсіздер ме, 6 сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English plus 6, Unit 8, Geography, Reading a Map тақырыбындағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс боламыз. Page 101, 101 бет. Басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Now let's begin our lesson Reading a Map. Картаны оқу деп аталады екен. Exercise 1. Check the meaning of the words and match them with symbols 1 to 6. Read and listen to the text and check your answers. Бұл жерде жоғарыдағы берген сөздермен суреттерді сәйкестендіруіміз қажет, және де тыңдалымды тыңдап отырып, жауабыңыздың дұрыс немесе бұрыстығын тексерсеңіздер болады дейді. Exercise river. Бірінші бұл жерде river, өзен. The second is road. Мынандай белгіме біз жолды, картада жолды көрсететкенбіз. Road, жол. Now hill, төбешік. Мынандай белгімен темір жол. Темір жолды белгілейткенбіз картадан. Және де мынау forest and the last one is pass, соқпақ жол. Next, exercise 2. Read the text again and what are the symbols are on the map. Мәтінді оқы дейді, және де басқа да қандай белгілерді көріп тұрсың картадан дейді. Let's read and translate the text. Maps, карталар. A map is a representation of a place. Карта дегеніміз бұл жердің бейнесі. It's got a scale and a legend. Оның өзінің масштабы және де аңызы болады. Scale of 1 to 100,000 means that 1 centimeter on the map equals 100,000 centimeters or 1 kilometer in the place. Яғни бір бөлінген 100,000 дегеніміз, 100,000 деген масштаб, картадағы 1 сантиметр сол жердегі 100,000 сантиметрге немесе 1 километрге тең екенін білдіреді. There are some symbols in the legend. Яғни неде? Аңызда кейбір белгілер болады дейді. An area, яғни картада деген сөз ғой. An area with green trees, it's a forest and a blue lines is a river. Яғни бұл осы аймақтағы жасыл ағаштар бұл орманды білдіреді, ал көк сызық ол өзенді білдіреді. A black dotted line is a pass. Үзілген қара сызықтар бұл соқпақ жол. There is a small black triangle and a number for a hill. Және де ол жерде үшбұрышты не бар? Үшбұрыш бар, оның ішінде жаңағы саны бар дейді. Бұл төбешік. The number, for example, 279 means that the hill is 279 meters high. Яғни 279 деген сан нені білдіреді? Ол осы жаңағы төбешіктің биіктігін білдіреді. Red lines are roads and a railway is a black line with smaller lines on it. Қызыл сызықтар бұл жолды білдіреді, және де ал қара сызықтар бұл темір жолын білдіреді. Next, a black circle on the railway is a train station. Осы қара жолақтың үстінде, темір жолдың белгісінің үстіндегі шеңбер қара белгі, ол темір жол бекетін білдіреді. A red area is a city or town. Қызыл аймақ бұл қала немесе қалашықты білдіреді. Next to the red area is the name of the city. Және де осы жаңағы қызыл аймақтың қасында тұрған жазу бұл сол қаланың атауы. Next. Exercise 3. Look at the map A and choose the correct words. A деген картаға қарай отырып,
дұрыс сөздерді таңда дейді. The scale is 1 to 50, 100. There are a lot of passes on this map, and there is one hill. It is 156 meters high. There's also a big road and a train station on the map. Yani бұның масштабы 1,50 мың екен. Және де ол жерде көп деген нелер бар. Соқпақ жолдар бар дейді бұл картада. Және де төбешік бар, yes? Төбешік бар. Next мына төбешік бар деп тұр. Ол төбешіктің биіктігі 156 метр. Сондай-ақ бұл жерде міне жол бар. Бізде жол бар. Және де train station. Темір жол бекеті бар мына жерде міне бізде. Темір жолдың несі? Белгісі, мына жерде темір жол бекеті бар. Next, exercise 4. Look at the map. B картасына қара. And answer the questions. Берілген сұрақтарға жауап бер дейді. The first question. What is the scale of the map? Картаның масштабы қанша? Яғни мына жерде жазылып тұр бізде масштаб. 1 to 50, 100. Next. How many hills are there on the map? Картада қанша төбешік бар? Төбешік бізде 3 төппен еді. 1, 2, 3. There are 3. Next. How high are they? Олар қандай не? Олардың биіктігі қанша? 185 meters. The second 220 meters, and the third 236 meters high. Next, how many forests are there? Ол жерде қанша орман бар дейді. There are 2 forests деп айтсаңыздар болады. Ол жерде there are 2 forests. Forests. Next, 5. Are there any roads on the map? Яғни бұл картада жол бар ма? Yes, there are. Міне бізде қызыл жолақтың бар, жолды білдіреді. Is there a railway? Темір жол бар ма? Yes, there is. Next, міне бізде темір жол. And are there any passes on the map? Яғни соқпақ жол бар ма? Yes, there are. Мынау үзілген жолақтар бізде соқпақ жолды білдіреді. And is there a city on the map? Бұл картада қала бар ма? What is it called? Ол қалай аталады? Міне бізде қала. Yes, the city is called Pembrey. Yes. Next, exercise 5. Work in pairs and draw a map of a place you know or an imaginary place. Жұптық жұмыс өзіңнің жаңағы білетін жердің немесе бір ойыңнан шығарып бір жердің картасын сыздайды. Then work with another pair and ask and answer the questions in exercise 4 about your maps. Одан кейін 4-ші жаттығудағы сұрақтарды бір-біріңізге қоя отырып, ол карта бойынша жұмыс жасаңыздар дейді. Осымен біз 101-ші беттегі жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс болдық. Басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.